Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дамумет. Бүгін біз өте өзекті тақырып платныйдан грантқа қалай ауысуға болады, соны талқылайтын боламыз. Жалпы гранттың негізінен үш түрі бар. Бізде вакантный грант, ректорский грант, акиматский грант және төртінші ол бізде компаниядан берілетін гранттар. Енді компаниядан берілетін ол гранттар бізде всегда бола бермейді. Ең бірінші вакантный грантты айтатын болсақ, вакантный грантқа бізде платныйда оқитын студенттер ауыса алады. Оны не только медунивер, кез келген университетте бізде вакантный гранттарды бөледі. Вакантный дегеніміз қалай? Яғни грантта оқып жүрген студент, егер де сабақтан жаңағы үлгерімі жетпей оқудан шығып кететін болса, белгілі бір себептермен, ол студенттің гранттағы орны босайды. Сол орынға платныйда оқитын студенттердің кімнің баллы жоғары, сол студент кіре алады. Енді вакантный грантты алу үшін не істеу керек? Ол үшін міндетті түрде сенің GPA балың жоғары болу керек. GPA балл кемінде бізде 3-тен төмен болмау керек. Егер 3-тен төмен болса, сенің вакантный грантты алуға деген мүмкіндігің де төмен болады. Енді бұл жерде ескере кететін, әрине GPA балл жоғары болу үшін сенің сабақтарың 85 плюстан бізде жоғары болу керек. Яғни 90-85 деген бағаны алып жүретін болса, сенің вакантный грантқа алуға деген мүмкіндігін өте жоғары болады. Және сонымен қатар бұл жерде екінші ескеретін нәрсе льготқа қарайды. Яғни льгот дегеніміз мысалы көп балалы отбасы болуы мүмкін, инвалидность болуы мүмкін, енді қандай да категория болса, ол тоже сізге плюс ретінде саналады. Осы вакантный грантты ұтып алуға үлкен мүмкіндік деп айтар едім. Келесі бізде акиматский грант. Енді акиматский гранттың вакантный гранттан айырмашылығы қандай? Сіздерде мысалы акиматский грантқа көбінесе платныйда түскендер тоже заявка бере алады. Яғни сіздің оқуға төлейтін миллион теңгеңізді акимат төлеп береді жыл сайын. Енді бұл грант алу үшін не істеу керек? Бұл грант алу үшін әрине тоже GPA балл жоғары болу керек. Немесе сіз 11-ші сыныптан кейін түскен студент болсаңыз, сіздің жаңағы аттестат деуші еді, 11-ші сыныпта, аттестаттағы бағаңызға қарайды. Егер алтын белгі болса, акиматский грант алуға деген мүмкіндік өте жоғары болады. Бұл жерде де льготный состояниеге қарайды, яғни қандай категорияға жатасың, көп балалы, инвалидность деген сияқты. Мінекей акиматский гранттың негізгі ерекшелігі сонда. Енді бұл жерде айта кету керек, міне вакантный грантта жаңа айттық, стипендия алады деді студенттер, ал акиматский грантта стипендия берілмейді. Енді келесі бізде компаниядан берілетін гранттар. Мысалы, мен өзім алған бірінші курста Казэнерджи деген компания болды. Жаңағы мұнай шығаратын ба, нақтысын білмеймін. Сол компания жыл сайын студенттерге миллиард теңге бөледі, яғни осындай оқудың ақшасын төлеп беруге. Оның ішінде медицина топтары міндетті түрде болады. Және бұл грант алу үшін тоже GPA балға қарайды, және сіздің жаңағы активность, яғни халықаралық республикалық конкурстардың жүлдегері болсаң, ол да тоже әсерін тигізеді, және льготный состояние. Ең бастысы осы GPA балдан жоғары болса, сіз үш гранттың үшеуіне де мүмкіндігіңіз өте жоғары болады. Сәлем достар, келесі грант түрі ол бізде ректорский грант. Яғни бұл грант бізде бір жылға беріледі, тікелей ректордың рұқсатымен беріледі. Бұл грантты біз қалай аламыз? Бұл жерде де міндетті түрде бірінші кезекте сабағыңды жақсы оқуың керексің. Әрбір сабағыңды как минимум 85-ке жабуға тырысуың керексің. GPA-ң 3-тен 0-дан жоғары болуы қажет. Бірақ медуниверде барлық сабақтың барлығын бірдей 85-тен жоғары жабу оңай емес. Бұл кезде саған көмектесетін нәрсе мұғалімдермен жақсы араласа білу, сабақты жақсы оқу, және дағы научный статьямен айналысу. Статьямен айналысу саған сабақта да көмектеседі, тақырыпты да түсінесің, және дағы грантқа ауысқан кезде сен документ тапсырасың ғой. Сол кезде сен тапсыратын нәрселерің ол транскрипт, яғни GPA-ның балдың көрсеткіші. Екіншісі ол активность ретінде сенің активный студент екеніңді көрсететін сертификаттар, документтер. Ал үшіншісі ол бізде жаңағы научный статьяларының дипломдары дейміз ғой, солар. Яғни сен научный статья жазу үшін міндетті түрде СНО бізде универде бар, ғылыми кружок. Сол кружокқа міндетті түрде тіркелуің қажетсің. Самұрыққа да, СНО-ға да жылына 2 рет отбор жүргізіледі. Яғни ол қай кезде? Біріншісі оқуға түскен жылы сентябрьдің басында, екіншісі отбор болады бірінші семестрдің соңында. Бұл екі кружок саған
грантқа вакантный гранттан гөрі ректорский грантты алуыңа өте андай үлкен тез оңайырақ ала аласың сен вакантный ректорский грантты. Яғни сен өзіңді активный студент ретінде көрсете білуің қажетсің, сенде потенциал бар екенін көрсетуің қажетсің. Яғни көріп тұрғанымыздай самұрық сынауға міндетті түрде жазылып алуымыз қажет. Жалпы бұл жерде біздің айтқымыз келгені, платныйдан грантқа ауысуда міндетті түрде сен әрекет жасауың керексің. Қолыңда бар возможностьті пайдалана білуің қажетсің. Сен кружокқа барып тіркелу, отбордан өту, өзіңді көрсету бұл қатты бітіп көп уақыт алмайды ше. Сен тек үйде общагада жатқаннан бір әрекетін жасасаң, сен қолыңнан келген нәрсенің барлығын істесең, Алла тағала саған берекетін береді дейді ғой, иә. Сол себепті ректорский, вакантный, акиматский, ал компанияның гранттарын сен всегда әртүрлі сайттардан кіріп іздеп отыруың қажетсің. Келесі, Гүлмира, енді сен осы медакадемияға платныйға түстің ғой бірінші курста. Сол платныйдан грантқа ауысу жолында қандай қиындықтардан, кедергілерден өттің, сол жайында толық айтып берсең? Жақсы. Жалпы енді кез келген студент, мне кажется, оқуға түсетін кезде грантқа түсемін деген оймен түседі, дайындалады, қаншама жаңағы еңбектенеді деген сияқты. Енді өтірік айтпаймын, өзім колледжда соңғы курста жүрген кезім, бір жағынан жаңағы соңғы курста тапсыратын экзамендер бар, екінші жағынан медуниверге түсемін деген цель бар. Сол екеуін алып жүру оңай болған жоқ. Қанша дайындалдым, 3-4 ай дайындалдым ғой. Енді әрине ол 2 жыл ұбт-ға дайындалған студентпен, жаңа колледждағы бәрін ұмытып қалғансың, жаңа база білмейсің ғой мектептің программасын. 3 жыл дайындалған, 3 ай дайындалған студенттің екеуінің айырмашылығы болады. НТ-дан мен 92 балл жинадым. 3 айда 92 балл жинадым дайындалып. Но ол балл маған жетпеді грантқа түсуге. Сонымен платныйға түстім. Енді ата-анам көңілімді қалдырмайын деп мен платныйға түсірді. Және ойлап жүріп, мысалы оқып жүріп, ойлаймын да, мысалы сонша білім бар, неге мен грантқа ауыса алмаймын? Это мүмкіндік деген көп қой, мысалы сол мүмкіндіктерді пайдаланып көру керек деген сияқты ой болды. Сөйтіп көп іздене бастадым. Сол кезде осы Казэнерджи деген компания грант береді екен, сол несін условиясын оқимын, менікі келеді, яғни дипломым бар, одан кейін соның бәрін документтерді жинадым, сөйтіп тапсырдым, и бірінші курста мен Казэнерджидің грантын алдым. Яғни ол грантта маған стипендия берілген жоқ, тек оқуымның ақшасын 1 жыл бойы толығымен төлеп берген болатын. Ал енді, ладно, 1 жылдықын солай амалдадым. Енді келесі жыл бар ғой, келесі жылда бұл грант берілмейді. Сосын дальше не істеймін деген сондай ой болды. Енді жасым болса, мысалы 18-ден асты, ата-анамнан ақша алғым келмейді деген сияқты. Енді миллион деген менің ойымша аз ақша емес әрине. Одан кейін ойлана келе вакантный гранттарды іздеймін, бізде универден бөлінді ма деп қараймын, вакантный грант жоқ. Сөйтіп жүргенде 2 семестр аяқталды, и 2 семестрден соң жаңағы маған звондайды, специалист звондады. Осы вакантный грантқа орын ауысты деді, сізде GPA балы жоғары екен, мүмкін көресіз деді. Мен әрине қуанышымды айта алмаймын ана жерде. Жауап жібере жаздадым. Содан қуанғаннан әрине деп документтерімді тапсырамын. Сонымен 1 ай өтеді, 2 ай өтеді, 3 ай өтеді, мүлдем ответ келмейді ғой жаңағы кісілерден. Звондаймын, жауап бермейді. Мен ойлаймын, енді мүмкін мен жұмыс істеп оқуымның ақшасын жинай беремін, если өтпесем деген сияқты ой болды. Сөйтіп жүргенде сентябрь болып қойды уже 2-ші курстың. Сосын мне пришлось 50%, енді платниктар біледі ғой, 50% оқуға төлейсіздер. Мысалы сөйтіп 50% төледім. Одан кейін шамамен 2 айдан кейін ба, өздері звондап айтты, сіз грантқа өттіңіз деп. Вот солай. Енді бұл жерде айтқым келгені, жалпы кез келген мақсатқа жету үшін талмай еңбек ету керек. Әрине еңбек бәрін жеңбек деген сөз бар ғой қазақта. Шын айтайық, енді 95 90 деген бағаны алу үшін күндіз-түні оқыдық. Сол оқығанның арқасында GPA балл көтерілді, и GPA балл маған вакантный грант алып берді деп айтсам болады. Яғни достар, кез келген нәрсеге жету үшін талмай еңбектенулеріңіз керек. Және қазақта сөз бар ғой, сағын сынбасын деген бір, мысалы, провал болса, сіз оған неғылмаңыз, сағын сынып қалмасын, әрдайымда тек алға ұмтылыңыз. Егер де сіз шын қаласаңыз, сіз жетпейтін шын жоқ. Сәттілік тілейміз.